Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Бүгін сіздермен каналымда осындай беляшидің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Керекті өнімдер төменде описаниеда жазулы тұр. Ең алдымен беляшиміздің қамырын басып алатын боламыз. Оған 250 грамм су және дрожжымызды қосып, тұз және шекер салып, осылай бетін жауып 1-5 минут көлемінде қоя тұратын боламыз. Одан кейін біздің апарымыз дайын болды. Енді қамырымызды сұйық майға құйып аламыз. 50 грамм және ұнымызды електен өткізіп, осылай қамырымызды басып алатын боламыз. Осылай қамырымызды бетін жауып 20 минут көлемінде көтерілгенше қоя тұрамыз. Енді салмасына кірісеміз. 340 грамм үйдің фаршқа биязымызды ұсақтап турап, дәміне қарай тұз бен бұрыш қосып, осылай араластырып аламыз. Фаршымыз сочный болу үшін кішкене арасына су қоямыз. Кішкене ғана көз мөлшерімен қостым. Сонда біздің фарштарымыз сочный болып шығады. Міне біздің қамырларымыз көтерілді. Енді оларды бөліктерге бөліп, беляшимізді дайындайтын боламыз. Қамырларымызды жайып, ішіне салмасын салып, видеода көрсетілгендей етіп мен түйдім. Сіздер қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Осылай етіп жасасаңыз, өте әдемі болып шығады. Және ішіндегі қамыры да, фаршы да толықтай піседі. Менде осындай 340 граммнан фарш салдым. 13 штук беляши шықты. Қызып тұрған майымызға беляшиларымызды төңкеріп салып, ең алдымен солай пісіріп аламыз. Мінекей біздің беляшиларымыз дайын болды. Өте керемет, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, видеомды толықтай көріңіздер. Рахмет, ас болсын.